Биыл Шығыс Қазақстан облысында 961 мың шаршы метр үй салынады. Нәтижесінде 9 мыңнан астам отбасы баспаналы болады. Бұл өңір тек тұрғын үй емес, жалпы құрылыс қарқыны жағынан елімізде алғашқы үштікке кіреді. Зайсан мен Қатонқарағай ауданында әуежай, ал Өскеменде жаңа теміржол вокзалы және үлкен жол айрығы салынып жатыр. Тікелей президенттің тапсырмасымен жүзеге асырылып жатқан жобаларға республикалық бюджеттен қаржы бөлінген. Сондықтан аймақтағы стратегиялық нысандардың құрылыс қарқынын премьер-министрдің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаев барып көрді. Ридер жылыту орталығын жаңғырту үшін жыл сайын үкімет резервінен 5 миллиард теңге бөлінді. Нәтижесінде станса 90%-ға жаңарды. Дегенмен жөндеу жұмысы әлі тоқтаған жоқ. Өте маңызды жылы маусым. Үкімет басшысы қыркүйек айының басында қарап, алдағы жылы маусым дайындық мәселесін сол кезде енді Сақадай сай болуы. Сақадай сай болу үшін өңірдегі жылыту орталықтарда жыл сайын жаңғыртылып жатыр. Бүгінге дейін Ридер қаласы қысқа 58, ал Өскемендегі жылыту орталығы 62%-ға дайын. Былтырдан бері Өскеменнің сол жағалауын жылытып тұрған нөмірі 2-ші орталық жаңғыртылып жатыр. Дополнительно, да, 100 гигакалорий типа. Бұл орталық толық жаңғыртудан өткен соң жылудың қуаты тағы 100 гигакалорийға артады. Бұл тұтынушылар үшін үлкен көмек. Дегенмен облыс орталығында қазір 247 гигакалория жылу жетіспейді. Сондықтан президент тапсырмасымен Өскеменде 3-ші жылыту электр орталығы салынбақ. Премьер-министрдің бірінші орынбасары әр нысанның құрылыс қарқынын көрді. Өскеменде алғашқы теміржол вокзалы 1938 жылы салынған. Былтыр ескісі сүрілді. Орнына жаңасы салынып жатыр. Биыл тамыз айында пайдалануға берілуі тиіс. 124 вокзал бізде қайтадан өтіп жатыр. Оның ішінде енді 10-шақтысы жаңа салынып жатыр. Өте жақсы. Қала қарқынды дамыған сайын көлікті көбейеді. Әсіресе таңертең кешке Ертістегі көпір мен оның маңындағы 4 жолдың қиылысында кептеліс болады. Көпірдегі нөпірді азайту үшін былтыр күзде ірі 2 қабатты жол айрығы салына бастаған. 36 миллиард теңге болатын құрылыс жұмысының бүгінге дейін 40% істелді. Күніне 80 мыңға жуық көлік өтеді екен осы жол дәлізімен. Сондықтан да көлік саны азаятын емес, көлік саны көбейе береді. Қазірдің өзінде де 132 мың автокөлік бар. Мердігердің есебінен, өзінің қаражатын есебінен 10 миллиардқа жуық жұмыс артық істелген. Дегенмен де жұмыс тоқтаған жоқ. Жұмысы тоқтамай жүріп жатқан тағы бір нысан Қатонқарағайдағы әуежай. Нұрлыбек Нәлібаев әуежайда былтырдан бері істелген жұмысты көріп, мердігер компания жетекшілеріне нақты тапсырма берді. Сонымен қатар өңірдегі Таукен компаниясында жұмыс істейтін кеншілермен кездесті. Ридер қаласындағы туристік нысандардың қызметімен де танысты. Республикалық маңыздағы ең ірі Өскемен, Алтай, Үлкен Нарын және Қатонқарағай бағытындағы жол құрылысының қарқынын көрді. Шығыс Қазақстан Олжас Керейхан, Нұржан Қалекенов, ұлттық арна.